Баршаңызға қайырлы күн. Түрік тәттісі тулымба дайындайтын боламыз. Ең алдымен сиропын дайындаймыз. Құмшекермен суды араластырып, қайнатып аламыз. Бөлек кастрөлге су құямыз. Шым-шым тұз салып, май салып қайнатамыз. Үстінен ұн саламыз да жақсылап араластырамыз. Біраз уақыт араластырып асы жабыса бастағанда басқа ыдысқа салып алып, жұмыртқаны бір-бірден салып, біркелкі масса болғанша араластырамыз. Бізде осындай масса шығу қажет. Кондитерлік қапшыққа салып аламыз. Орташа отта майды қыздырып, насатканы кигізіп, осылай қайшының көмегімен бірдей етіп, кесіп алып, қызартып, пісіріп аламыз. Осылай сүзіп аламыз да, жаңағы сиропымызға салып, бір аунатып аламыз. Осымен біздің түріктің тәттісі дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер.